Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының оқытушысы Илюкешев Айбек Ергалиевичпін. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы аударыспақ, бүгінгі сабақтың тақырыбы Алтыбақан. Алтыбақан ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары халқымыздың рухани дүниесінің, салт дәстүрінің, мәдениетінің ажырамас бөлігі. Олар тек көңіл көтеру үшін ғана емес, сонымен бірге жастардың қарым-қатынасын қалыптастыруға, ой өрісін кеңейтуге, эстетикалық сезімін дамытуға бағытталған. Сол ұлттық ойындардың ішінде ерекше мәнге ие қазақ жастарының сүйікті сауықтарының бірі Алтыбақан. Бұл ойын тек ойын-сауық емес, сонымен бірге жастардың бір-бірімен танысуына, өнер көрсетуіне, әдептілік пен мәдениеттілік сақтауына арналған ұлттық дәстүрлердің маңызды элементі болып саналады. Алтыбақан қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты, әсіресе жазғы кештерде, қоңыр салқын түндерде ауыл жастарының басын қосатын, көңіл көтеретін, ән шырқайтын, ұлттық өнерді дәріптейтін алаңға айналған. Ол қазақ жастарының эстетикалық тәрбиесінде ерекше орын алған. Ойынның шығу тарихы. Алтыбақан ойынның шығу тарихы қазақтың көшпелі өмір салты мен жастардың мәдени қарым-қатынас дәстүрлерімен тікелей байланысты. Этнографтардың пікірінше, Алтыбақан ерте кезеңнен ақ жастардың бас қосатын, ойын-сауық құратын дәстүрлі ортасы ретінде қалыптасқан. Алтыбақанның құрылымы көшпелілердің тұрмысында жиі қолданылатын ағаш бөренелерден жасалған, сондықтан оны дайындауда қиын болмаған. Тарихи деректерде бұл ойын көбінесе ұзатылған қыздың ауылында, Наурыз мерекелерінде, жазғы жайлауда жастардың бас қосуында ұйымдастырылғаны айтылады. Алтыбақан тек ойын емес, сонымен қатар қыз бен жігіттің өнерін сынайтын, бойдағы мәдениеттілік пен сыпайылықты көрсететін ерекше танымдық әлеуметтік дәстүр болған. Ойынның мазмұны мен жалпы сипаттамасы. Алтыбақан алты ағаштан жасалған биік тербелмелі әткеншек. Оның екі жағында қыз бен жігіт отырып тербеледі. Жастар тербеле жүріп өлең айтады, айтысады, домбыра тартады, ұлттық ән күймен көңіл көтереді. Алтыбақанның басты мақсаты жастарды жақындастыру, өнерге баулу, әдептілікке үйрету. Ойынның ортақ сипаттамалары: әдептілік пен мәдениеттілік, өнер көрсету, ән айту, жастардың танысуы мен достық орнатуы, ұлттық өнерді дәріптеу, бірлік пен көңіл көтеру. Алтыбақан ойын емес, мәдени дәстүр ретінде де қабылданған, себебі жастардың мінезін қалыптастыруға, бір-бірімен сыйластығын нығайтуға үлкен әсер еткен. Ойынның негізгі ережелері. Бір ойынға дайындық. Алты ағаштан арнайы тербелмелі әткеншек құрылады. Арқан мықты байланады. Ойын ашық алаңда кешкі уақытта ұйымдастырылады. Жастар жиналып, ән күй аспаптары дайындалады. Екі ойынның басталуы. Алтыбақанға алдымен қыз бен жігіт отырады. Олар тербеліп отырып ән шырқайды, айтысады немесе әзіл қалжыңмен көңіл көтереді. Қалған жастар қосылып, домбыра тартып, би билеп ойын атмосферасын жандандырады. 3. Тербелу тәртібі. Алтыбақанға кезекпен отырады. Қыз бен жігіт арасындағы сыйластық сақталуы керек. Тербелу кезінде итеретін адамдар қауіпсіздікке назар аударады. 4. Ойын барысындағы дәстүрлер. Жастар бір-біріне өлеңмен жауап береді. Домбырамен ән айту міндетті мәдени элемент. Қыз бен жігіттің әдептілігі мен өнері бағаланады. 5. Ойынның аяқталуы. Ойын түн бойы жалғасуы мүмкін. Бәрі шаршағанда немесе әншілік кезек аяқталғанда ойын тоқтатылады. Алтыбақан жиналып, келесі кешке дайындалады.
Ойынның тәрбиелік мәні. Алтыбақан жастардың рухани, мәдени, әлеуметтік дамуына ықпал ететін ерекше ұлттық дәстүр. 1. Эстетикалық тәрбие. Ән айту, музыка, айтыс өнерін дамытады. Халықтық өнерге қызығушылықты арттырады. Сезімталдық пен талғамды қалыптастырады. 2. Әлеуметтік мәдени тәрбие. Жастарды таныстыру, араластыру. Әдептілікке, мәдениетті қарым-қатынасқа баулиды. Салт дәстүрді құрметтеуді қалыптастырады. 3. Психологиялық әсері. Сенімділік тудырады. Яң балалардың ашылуына көмектеседі. Бір-бірімен үйлесімді қарым-қатынас орнатуға үйретеді. 4. Ұжымдық рух. Жастардың басын қосады. Достықты нығайтады. Бір-біріне қолдау көрсету сезімін дамытады. Қазіргі замандағы Алтыбақан. Бүгінгі таңда Алтыбақан ұлттық ойын-сауық ретінде қайта жаңғырып келеді. Ол Наурыз мейрамында, ауыл тойларында, этнофестивальдерде, мәдени шараларда кеңінен ұйымдастырылады. Жастар арасында ұлттық өнерді дәріптеу мақсатында мектептер мен колледждерде бұл дәстүрді жиі өткізеді. Қазіргі заманға Алтыбақан сәнделіп, жарықпен безендіріліп, ұлттық музыкамен сүйемелденеді. Бұл ойын қазақ халқының мәдени мұрасы ретінде ерекше орын алып, ұлттың рухани құндылығын сақтаудың маңызды құралы болып отыр. Бақылау сұрақтары. 1. Алтыбақан ойынның шығу тарихы қандай дәстүрлермен байланысты? 2. Алтыбақанның құрылымы қандай материалдардан жасалады? 3. Ойынға кімдер қатыса алады және қандай жағдайда ойналады? 4. Алтыбақанға отырудың негізгі мақсаты қандай? 5. Тербелу барысында қандай әдеп сақталуы тиіс? 6. Бұл ойын жастардың қандай өнер түрлерін дамытуға көмектеседі? 7. Алтыбақанның әлеуметтік маңызы неде? 8. Қазіргі заманда бұл ойын қандай іс-шараларда өткізіледі? 9. Алтыбақанның тәрбиелік әсері қандай бағыттарда көрінеді? 10. Неліктен Алтыбақан қазақ жастарының сүйікті дәстүрлерінің бірі болып саналады? Келесі сабақтың тақырыбы күміс алу. Назарларыңызға рахмет.